Сәлем достар, біз қазір қандай заттар магнитке жабысады, ал қандай заттар магнитке жабыспайды, соларды тексеріп көретін боламыз. Біз оны осы менің қолымдағы магнитпен тексереміз. Ең алдымен бізде невидимка, қайшы, екі түрлі зауыттан шығарылған екі қасық, теңге, тағы бір магнит. Бұл магнитпен біз екі магнит бір-біріне жабыса ма жоқ па, оны да тексеріп көреміз. Және де пышақ. Достар, пышақты пайдаланған кезде үлкендердің көмегімен пайдаланыңыздар. Себебі ол өткір болса, өте қауіпті, қолдарыңызды кесіп кетуі мүмкін. Ал енді бастапқы тақырыпқа оралып, қандай заттар магнитке жабысады, ал қандай заттар жабыспайды, оны тексеріп көрейік. Ең бірінші невидимка оп-оңай жабысып қалды. Демек, бұның құрамында темір мөлшері бар. Екінші қайшы, бұл да магнит қайшыға жабысып қалды. Ал қайшы магнитке жабысып қалды. Демек, екеуінің құрамында да темір мөлшері бар. Ал енді бірінші зауыттан шығарылған қасық бұған жабысады екен. Демек, бұның құрамында да темір мөлшері бар. Ал енді екінші қасық. Бұған мүлдем жабыспайды екен. Себебі бұның құрамында екінші зауыттан шығарылған қасықтың құрамында темір мүлдем жоқ. Ал енді теңгені көрейік. Теңгеде жабыспай қалды. Демек, оның да құрамында темір мөлшері жоқ. Енді екі магнит бір-біріне жабысады ма екен? Көргендеріңіздей екі магнит бір-біріне өте оңай жабысады екен. Ал енді пышақты көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай, мен пышақтан магнитті сәл күш салып алдым. Яғни, бұл пышақта магнитке қарағанда ішінде темір мөлшері өте көп. Сонымен достар, біздің зерттеуіміз аяқталды. Сау болыңдар.